Дені сау, әдемі бала туу үшін жүкті әйел көбірек Юсуф сүресін тыңдауы қажет. Баласы сұлу болады. Жүсіп пайғамбар ең сұлу пайғамбар болған. Жүктілік кезінде мына зікірді жиі қайталап жүру керек. Аллахумма ләкәл хамду вә ләкәл шүкру. Я Алла, барлық мақтау мадақ бір өзіңе арналады. Бір өзіңе ғана алғысым шексіз. Жүкті келіншек айва жемісін жесе, баласы сұлу болады. Баланың 12 мүшесі мен ақыл-есі сау болу үшін ата-анасы күндіз, кеш бата бастаған сәтте қосылмауы керек. Дүниеге келетін сәбидің мінезі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға ұқсауы үшін Әнбия сүресін 70 рет оқу керек. Құрма жеу жүктілік пен босануды жеңілдетеді. Құрма негізінен тұнып тұрған фолий қышқылы. Құрма жүктіліктің соңғы айларында жатыр мойнын жұмсартады. Босанардан 4 апта бұрын күн сайын 6 құрма жеген әйел жеңіл босанады. Бұл дәлелденген әдіс. Егер жүкті келіншек қолын ішіне қойып, көп рет әл-Муссауир деп қайталайтын болса, Алланың осы ұлы есімінің құрметіне баласы әдемі, дені сау болып дүние есігін ашады.